Барлықтарыңызға қайырлы күн. Егер сіз бухгалтерияны енді ғана үйреніп жүрсеңіз, баланс деген сөзді бірнеше рет естіген шығарсыздар. Көп адам бұл қиын деп ойлайды. Бірақ та шын мәнінде баланс дегеннің не екенін өте қарапайым тілмен түсінесіз. Елестетіңіз, түнгі сағат 23:59 делік, біреу сізге айтатын, мысалы бастығыңыз айтады, компанияның қазіргі жағдайы қандай деп сұрақ қояды, мысалы қанша ақшасы бар, қандай мүлкі бар, қанша тауар бар, кімге қарызсыз, кім сізге қарыз, компанияның өз капиталы қанша, осы сұрақтардың бәріне бір ғана құжат жауап береді. Ол баланс. Қарапайым тілмен айтатын болсақ, баланс дегеніміз бұл компанияның белгілі бір күндегі қаржылық жағдайының суреті. Дәл суреті. Сіз телефонға түсірген сияқты, бірақ адамды емес, компанияның қаржылық жағдайын түсіресіз. Сол күндегі барлық ақшасы, оның тауары, көлігі, мүлігіндегі бар ғимараты, барлық қарыздар, сіз қарыз, ол қарыз, барлығы бір құжатта көрсетіледі. Бір кішкене мысал қарастырайық, сіз мысалы бір дүкен аштыңыз дейік, компанияның шотында 2 миллион теңге бар. Қоймаңызда 3 миллион теңгеге жуық товар бар. Компанияның тағы да бір 5 миллион теңгелік көлігі бар. Сонда компанияның қолында не бар деген сұрақта 2 миллион теңге ақша, 3 миллион теңге товар, 5 миллион теңге көлік, барлығы 10 миллион теңге. Бірақ сіз бірден компания мұны 10 миллион теңгеге бай екен деп айта алмайсыз. Неге? Өйткені бұл мүліктің бәрі міндетті түрде компанияның өз ақшасына алынған жоқ. Мысалы, сіз банктен 4 миллион теңге несие алдыңыз делік. Демек, компанияның біреуге берешегі бар. Компанияның активтері 10 миллион теңге, міндеттемелері 4 миллион теңге, ал компанияның өз капиталы 10 миллион, азайтылған 4 миллион, 6 миллион теңге. Міне осы жерде баланс логикасы басталады. Баланс екі үлкен сұраққа жауап береді. Бірінші сұрақ, компанияда не бар? Бұл активтер. Екінші сұрақ, ол мүлік қайдан пайда болды? Бұл міндеттемелер және капитал. Яғни өте қарапайым түрде міндеттемелер мен капиталдың қосындысы ылғи да активке тең болады. Осы формуланы жақсылап есте сақтап алыңыздар. Бұл бухгалтерлік есептегі ең басты формулалардың бірі болып саналады. Тағы да бір қарапайым мысал, сіз компанияңызға 1 миллион теңге салдыңыз дейік. Компанияның шотына 1 миллион теңге түсті. Компанияда не пайда болды? Ақша пайда болды. Бұл актив. Ал бұл ақша қайдан келді? Құрылтайшының салымынан, учредитель дейміз ғой. Демек, капитал да пайда болды. Сондықтан активіміз миллион теңгеге тең, капиталымыз миллион теңгеге тең, баланс бұл жерде тең. Ал енді компания 500 мың теңгеге несие алды десек, компанияның шотындағы тағы бір 500 мың теңге пайда болды, актив көбейді. Бірақ бұл ақшаны компанияның өз ақшасы емес, оны банкке қайтару керек. Сондықтан бұл міндеттеме болып саналады. Міндеттеме көбейді. Енді активіміз бұл жерде 1,5 миллион теңге болды. Міндеттемеміз 500 мың теңге, ал капиталымыз миллион теңге болып тұр. Сонда 1,5 миллион теңгеміз тең 500 мың теңге міндеттеме және миллион теңге капитал. Балансымыз бұл жерде тең болып тұр. Неге баланс деп аталады? Білесіздер? Өйткені баланс екі жақтың сомасы әрқашан тең болу керек. Егер актив 10 миллион теңге болса, онда сіздерде міндеттемелер мен капиталдың қосындысы да 10 миллион теңге болу керек. Егер бұл бухгалтерлік есепте осы теңдік бұзылып жатса, онда бір қате бар деген сөз. Құжат дұрыс енгізілмеуі мүмкін, операция толық көрсетілмеуі мүмкін, немесе дұрыс шот қолданылмауы мүмкін. Сондықтан баланс бухгалтердің дұрыс жұмыс жасауын дәлелдейтін құжат. Баланс бухгалтердің ылғи тексеріп отыратын құжаты. Енді ең қызық жері, компания бір күнде 100 деген операция жасауы мүмкін. Товар сатып алынады, товарды сатып жібересіздер, ақша аласыздар, клиенттен ақша түседі, поставщикке төлейсіздер, қызметкерге жалақы есептейсіздер, салық төлейсіздер, несие аласыздар, несиені қайтарасыздар, көлік сатып аласыздар. Осындай көптеген операциялардың барлығын соңында компанияның қаржылық жағдайы өзгереді.
Бухгалтердің әрбір енгізген операциясы жай ғана 1С-ке кіргізілетін құжат емес, ол компанияның қаржылық жағдайына әсер ететін операциялар. Мысалы, компаниямыз товар сатып алдық, товар сатып алдық деп ойламау керек бухгалтер бұл жерде. Бухгалтер бұл жерде не өзгерді компанияда? Товар келді, яғни актив өсті, актив көбейді деп ойлау керек. Егер товарды ақшаға сатып алынса, онда банктегі ақша азайды, актив азайды деп ойлау керек. Немесе қарызға сатып алса, онда бұл жерде поставщикке деген берешек пайда болды. Міндеттеме көбейді, яғни пассив көбейді деп ойластыру керек. Міне бухгалтердің ойлау жүйесі осындай болу керек. Тек қана ақша келді, кетті деп ойламау керек. Енді бір маңызды нәрсе, баланс сізге компанияда қанша ақша бар деген сұраққа ғана жауап бермейді. Кейде компанияның шотында ақша көп болуы мүмкін, бірақ та оның өте көп қарыздары болуы мүмкін. Ал кейде компанияның шотында ақша аз болған өзінде оның ғимараты болады, көлігі, техникасы, тауарлары және дебиторлық қарыздары көп болуы мүмкін. Сондықтан компанияның жағдайын тек банктегі ақшаға ғана қарап бағалау дұрыс емес. Баланс бізге компанияның жағдайын толық көрсетуге мүмкіндік береді. Мысалы, өзіңізді директор ретінде елестетіңіз, сіз өзіңіздің бухгалтеріңізге айтасыз, біздің компанияның жағдайы қандай деп сұрақ қоясыз. Жақсы бухгалтер сізге шотта 20 миллион теңге бар деп қана жауап бермейді. Жақсы бухгалтер сізге компаниядағы қанша актив бар екенін, қанша қарыздар бар екенін, кімнің кімге қарыз екенін көрсетеді, меншікті капиталы қанша екенін барлығын жеке-жеке талдай алатын бухгалтер. Міне сондықтан бухгалтердің жұмысы тек қана құжаттарды енгізумен шектелмейді. Бухгалтер компанияның қаржылық жағдайын түсініп отыратын маман. Енді бір қызықты сұрақ. Егер компанияның балансында 100 миллион теңге болса, бұл компанияның 100 миллион теңге пайда тапты деген сөз бе? Әрине жоқ. Міне осыны шатыстырмау өте маңызды болып табылады. Баланс компанияның қандай мүлкі бар екенін, мүліктің қандай көздерден қалыптасқанын көрсетеді. Ал компанияның қанша пайда тапқанын біз басқа есептерден көреміз. Мысалы, баланс пайдаға тең емес. Ол үшін жеке есеп бар. Жаңа отчет дейміз ғой, отчет о прибылях и убытках дейді. Компанияның табыстары мен пайдасы туралы жеке есеп болады, жеке отчет болады. Содан көресіздер. А баланс бұл жерде пайдаға тең емес. Соны шатыстырмаңыздар. Ал енді жақсы жаңалық, балансқа қарап қорқудың қажеті жоқ. Оны түсіну үшін ең алдымен бухгалтерлік есептің негізін меңгеру жеткілікті. Ал біз дәл осы жолмен келе жатырмыз. Келесі сабақтарда сіздерге мен активтің не екенін, міндеттеменің не екенін, капитал деген не екенін, не екенін түсіндіріп үйретем. Содан кейін баланс сізге бұрынғыдай қиын көрінбейді, керісінше сіз оны оқып, компанияның жағдайын түсіне алатын боласыз. Бүгінгі сабақты есте сақтау үшін 3 нәрсені ғана ұмытпаңыздар. Біріншіден, баланс компанияның белгілі бір күндегі қаржылық жағдайын түсіндіреді. Екіншіден, баланс екі жақтан тұрады, ол активтер және міндеттемелер мен капиталның қосындысы. Үшіншіден, активіміз ол ылғи да капитал мен міндеттемелердің қосындысына тең болады. Баланстың екі жағы тең болу керек. Актив және міндеттемелер мен капиталдың қосындысы. Егер бұл жерде тең болмаса, екі жақ тең болмаса, яғни қате бар деген сөз. Соны іздей бастайсыздар. Енді сіздер балансты жай ғана көрмейсіздер, сіз оның логикасын түсіне бастайсыздар. Келесі сабақта біз осы логиканың ең бірінші және ең маңызды бөлігін актив деген не деген сұрақты қарастырамыз. Келесі сабақта кездескенше назарларыңызға рахмет.